Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге 2025-те тренд болған, яғни хит болған гузель салатының жасалу жолымен бөлісемін. Құрамындағы творожный сыр қызылшамен үйлесетін өте дәмді салат болып шықты. Мен бұл салатты ең алғаш көргенде жасалуы өте қиын деп ойласам, жеңіл жасалады екен. Жасалу жолын толық көру үшін видеоны өткізіп алмай соңына дейін көріңіз. Ең алдымен қызылшаны жуып тазалап, қайнатып пісіріп аламыз. Аздап тұз қосып, қызылша піскеннен кейін суытып, оны осылай етіп қабықтарын аршып алдым. Маған орташа көлемдегі 3 қызылша жеткілікті болды. Егер де қызылша жемейтін балаларыңыз болса, дәл осылай етіліп жасап берсеңіз жеп қояды. Қызылшаны дөңгелектеп, сақиналап, жіңішкелеу етіп турап, әрқайсысының арасына осылай етіп творожный сыр қосып жағып шықтым. Достар, қызылшаның денсаулыққа қаншалықты пайдалы екенін өздеріңіз де білесіздер. Қызылша иммунитетті көтеріп қана қоймай, гемоглобинді де көбейтеді. Қызылшаны шикілейді және де қайнатып, шырынын ішуге болады. Мен барлығы 2 порция тарелкаға осылай етіп 3 қызылшаны 12 штук бөліктен бөліп шықтым. Осылай етіп 4 бөліктен араларына творожный сыр жақтым. Достар, менің каналымда көптеген оңай, жеңіл жасалатын рецепттер бар. Алдағы уақытта шығатын рецепттерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңыз. Дайындап алған қызылшаларды 3 бөлікке бөліп, салат жапырақтарын дайындау кезінде тоңазытқышқа салып қойдым. Руккола мен салат жапырақтарын да осылай етіп ұсақтап бөліп аламыз. Руккола мен салат жапырақтарды да осылай етіп бөліп аламыз. Салат жапырағының құрамында да көптеген темір, фосфор, калий қышқылының көптеген мөлшері бар. Жапырақтарды осылай ұсақтау етіп қолымызбен бөліп алдым. Руккола көздің көруін жақсартып және де арықтауға көп әсерін тигізеді. Жалпы адам денсаулығы үшін өте пайдалы екендігі айтпаса да белгілі. Келесі кезекте осылай етіп лимонды 2-ке бөліп және де аздаған оливковый майын қосамыз. Зәйтүн майы мен лимон шырынын сығып алып, осылай етіп толықтай жеткенше жақсылап араластырамыз. Апельсинді аршып, қабықтарынан тазартып, осылай етіп жіңішкелеп, ұзыншалау етіп тураймыз. Бұл салаттың ең негізі көркін келтіретін, яғни осы апельсиндер. Майонезсіз жасалатын өте дәмді, денсаулыққа пайдалы салат. Тарелканың орта жақтарына осылай етіп салат жапырақтарын салып, шетіне осылай етіп әдемілеп қызылшаны және де апельсинді дөңгелетіп орналастырып шығамыз. Осымен салатымыз дайын, міндетті түрде жазап көріңіз. Каналыма тіркеліп, өз пікіріңізді жаза отыруды ұмытпаңыз.